Осы апта 13 ақпаннан бастап мұғалімдер марафоны басталды. Марафонның шарттары туралы біз топта арнайы жарияладық. Содан толық қараған боларсыздар. Жалпы марафонға қысқаша айтып кетейік. Жоғарыда ай бойы жасалынатын тапсырмалар бар, одан кейін апта сайын жасалу керек тапсырмалар бар. Яғни топтың жоғарында пин жасап қойған хабарлама бойынша бірінші ай бойы айдың кез келген уақытында жасауға болатын тапсырмалар. Бұл фильм қарау, қай фильм екендігін сол жерге сілтемесін қалдырдық. Одан кейін кітап оқу, кітаптардың ішінде өзіңіз таңдап, кез келген біреуін таңдап оқи аласыз. Одан кейін үшіншісі мұғалімдердің сабақтарына қатысу. Сол осы үш тапсырма бір айдың ішінде, яғни 5 аптаның ішінде кез келген уақытта жасай аласыз. Одан бөлек апта сайын берілетін тапсырмалар бар. Енді осы апта біз қазір қай тақырыпты қарастыратынымызды тағы да сол туралы сөйлесетін боламыз. Осы аптаның тапсырмасы бүгін қарастыратын тақырыпқа қатысты болады. Енді бұған дейін топта қысқаша түсірілген видеоны мүмкін қараған боларсыздар. Бүгін сол видеоны кішкене толығырақ айтатын боламыз. Және сұрақ-жауап форматында, яғни марафонның бірінші аптасына қатысты сұрақтарыңыз болса, сол сұрақтарды талқылайтын боламыз. Ұйымдастыру кезеңі, яғни сабақ, бұл марафонның бүкіл тапсырмалары, яғни апта сайын жасалған тапсырмалары бір сабақтың 40-80 минуттық сабақтың құрылымына байланысты болады. Сол сабақ ішіндегі процестерге байланысты болады. Сондықтан да марафон барлықтарымызға пайдалы болады деген ойдамыз. Жақсы, сонымен бірінші апта бұл сабақтың ұйымдастыру кезеңі, немесе warm-up деп айтылады ағылшыншада, сол туралы сөйлесетін боламыз. Ендеше бастайық. Бірінші семинарды бастамай тұрып, барлықтарыңыз назарларыңызды экранға аударғым келеді. Бұл жерде екі сурет бар. Екі сурет өте ұқсас бір-бірімен. Осы екі суреттің ішінен айырмашылық болатын, байқалатын 10 айырмашылықты анықтап көрейік. Енді экранға сызсаңыздар болады, кішкентайлау қылып байқағандарыңызды. Солай анықтап көрейік. 3 минут уақытты мен белгілеймін. Уақыт басталды. Мына екі сурет өте ұқсас, бірақ айырмашылықтар да жоқ емес. Жақсы. Бірдей түспен тамаша, бірінші айырмашылығын белгіленді. Келесі екінші айырмашылығы 10-ға дейін жеткізу керек. 10 айырмашылықты анықтау керек. Екінші айырмашылық сызылды. Жақсы. Үшінші. Тамаша. Үшеуін анықтай алдық. Төртінші. Төртінші айырмашылық, тағы да 10-ға дейін жеткізу керек. Так, бесінші біреу анықталған секілді жазып жатырмыз, мына жерде төмендегі суреттің жоғарғы бөлігі. Қара түспен боялған бір бөлікте бар екен, біреуінде жоқ. Бесінші, одан кейін, мына құлақтағы айырмашылықты анықтар екенбіз. Алтыншы, енді төртеу. Сары түспен сызылған екен, жетінші, енді үшеу, енді үшеуін. Мүмкін мен санаудан қателескен болуы мүмкін, сіздерде қарап көрсеңіздер, дұрыс санадым ба? Қазір жетеу, жеті айырмашылықты байқаған сияқтымыз, тағы да енді үшеу. Так, мына жерден енді сызылды. Тағы да біреу айтылды. Мына ағаштар жақта біреу айтылған екен, мына жақта ол ағаш жоқ. 8, енді екеу. Екеу қалды ма, де біреу ма? Так, құрметті достар, 10 табалдық па? Біз 7-8-ге дейін санаған сияқтымын. Соңғы екеуін табалдық па? Байқап отырғандар болса, айтсаңыздар болады. Нешеге дейін табалдық? Мына картинадан картинаға байланысты сызған екенсіз. Картинада сары түспен
иә, мына жерде кішкентай мен сызған екен, мына мүйіздің асты жағында байқасаңыздар, біреуінде қара түсті бар, біреуінде қара түсті біреу, біреуінде екеу. Сол жерде бір айырмашылық деп қарауға болады. Алдық, жазған секілдіміз. Иә, басым көпшілігін анықтадық. 10-ға жетті ме, жетпеді ме? 10 айырмашылық. Мен 9 санаған секілдімін. 10-шысы айтылды ма екен? Жақсы, басым көпшілігін анықтай алдық. Екі ұқсас суреттің бір-бірінің айырмашылықтары. Жақсы, барлықтарыңызға рахмет. Енді ары қарай жалғастырайық. Келесі. Қазір экранды жүрген барлығын. Жақсы, құрметті достар, біз енді қазір ұйымдастыру кезеңі марафонның бірінші аптасына байланысты сөйлесетін боламыз. Одан кейін сұрақ-жауап. Егер марафонға қатысты бірінші аптаға қатысты сұрақтарыңыз болса, сол туралы да талқыласақ, сұрақ-жауап форматында қалдырамыз. Жақсы, ендеше бірінші сабақтың алғашқы бір 5 минуты, енді 40-80 минуттық сабақ болуы мүмкін, алғашқы 5 минуты. Алғашқы 5 минутында сіздің жиі жасайтын, күнделікті жасайтын әрекеттеріңіз, процестер. Енді амандасу міндетті түрде болады балалармен, түгендеу болады. Одан бөлек қандай ерекше әрекеттер ұсынылатын едіңіз, айтар едіңіз ұсыныс ретінде. Яғни кез келген сыныпта, төменгі сыныптар болуы мүмкін, жоғары сыныптар болуы мүмкін. Дауыстап айтсаңыз болады, немесе жазсаңыз да болады чатқа. Сабақтың алғашқы 5 минутындағы амандасу, түгендеуден бөлек жасайтын әрекеттеріңіз. Жақсы, пікірлер болса жаза берсеңіздер болады, біз ары қарай жалғастырайық. Келесі. Жалпы бүкіл енді мектеп бағдарламасы бойынша сабақ құрылымын қарасақ та, одан кейін жалпы сабақтағы процестерді былай жинақтай келе, осы 3-4 пунктке қарай жинақтауға болады екен. Қазір енді солар туралы сөйлесеміз. Бірінші, әрине, сабаққа кірген кезде мұғалімнің жалпы оқушылармен амандасуы, жағдайларын сұрауы түрде болатын жағдайлар. Одан кейін түгендеу, сабаққа қатыспаған, келген балаларды түгендеу. Одан кейін үшінші, оқушылардың зейінін, назарын өзіне қаратуға байланысты әрекеттері. Одан кейін соңғы төртінші, сабақтың мақсаты. Яғни бүгінгі сабақта біз балалар қандай тақырыптарда қандай тапсырмаларды орындаймыз деген секілді қысқаша солар туралы түсіндіруге. Енді құрметті достар, біз бүгін осы 4 пункттың ішіндегі оқушылардың зейіні сол туралы сөйлесетін боламыз. Бұл тақырып мен өзіме 2019-дан бастап кішкене қызығырақ, соған байланысты көбірек эксперименттер жасап көрген топтар болды. Солар бойынша бүгін сөйлесетін боламыз. Енді жалпы мектептегі сабақ жоспарды қарасаңыз, бір 40-80 минут сабақтың жоспарын қараған кезіңізде, сол сабақтың басында ұйымдастыру бөлімі, бұларды жинақтай келе ұйымдастыру бөлімі деп аталады. Және амандасу, түгендеу, оқушылардың зейіні, сабақтың мақсаты деген сияқты пункттер соның ішіне кіреді. Енді оқушылардың зейін аударуға байланысты қысқаша былай да тоқталып кетеді негізінде. Балаларға балалар кітаптарыңызды алыңыздар, қазір сабақты бастаймыз, қазір математика сабағы деген сияқты сабақты айту әдеттегідей. Немесе енді көп жағдайда менің өзім кездескен жағдайларымда сабаққа кірген кезде, мысалы балалар ол топта басқа бір сабақ аяқталған, енді менің сабағым басталатын жағдай болуы мүмкін, немесе бірінші сабаққа келіп жатқан болуы мүмкін. Яғни кейбір балалар телефондарын қарап жатады, кейбір балалар кітаптарын әлі сіздің алдыңызда сабақтың кітаптары столдың үстінде тұрады, кейбіреулер біреуге сөйлеп жатады, біреу ойнап жатады деген сияқты, біреу сырттан келіп жатады, әртүрлі процестер болады. Сондай жағдайда кәні балалар отырайық, сабақты бастаймыз, тынышталыңдар деп жаңағыдай көбірек энергия қолдану жағдайлар мен өзімде көбірек болды. Кейін осы сабақтың құрылымымен танысқан кезде бұл мәселені
энергия көп жұмсамай-ақ немесе қатты айғайламай-ақ, қатты дауыс көтермей-ақ қалай шешуге болады, қандай әдіс тәсілдер бар, содан бұл қызық бола бастады. Сол кезде жаңағы ұйымдастыру кезеңі туралы танысып, сол бойынша кейбір эксперименттер жасап көріп бастады. Яғни оқушылардың зейіні жаңа жоғарыда айтқан жағдайларға байланысты оп-оңай қалай тез аз уақыттың ішінде бүкіл баланың, енді бүкілі болмаса да жоғары басым бөлігінің назарын өзіңізге қарата аласыз. Одан кейін барып сабаққа кіріп кете аласыз деген сияқты. Сол сұрақтар төңірегінде кейбір материалдар жан-жақтан қарастырып көрдік. Соларды қазір бөлісеміз. Енді біз қазір осы ұйымдастыру кезеңіне байланысты мен көбірек өзім жасап көрген мысалдарды сіздермен бөлісемін. Бірақ кеше эксперимент осы марафон тапсырмалар орындап бастаған, бізге жіберіп бастаған мұғалімдер бар, бірақ мүмкін кішкене түсінбеушілік болған сияқты деп ойлаймын. Қазіргі мысалдарда көрсетілгендерді жасау шарт емес. Одан бөлек өзіңіздің фантазияңызға байланысты, әртүрлі ойластырған идеяға байланысты соларды топтарыңызға сабаққа қолданып көріп, одан кейін соның видеосын бізге жіберсеңіздер болады. Жақсы, енді осы тақырыпқа кіріп бастайық. Демек, әрине мақсаты белгілі. Уармаптың ұйымдастыру кезеңінің мақсаты балалардың зейін назарын өзіңізге аудару. Соған байланысты қандай әдіс тәсілдерді қолдануға болады, сол туралы соған мысалдар келтіріп бастаймыз. Мысалы 2021-де 2019, 2020-2021 оқу жылындағы немесе 2019-2020 сол жылдағы оқу жылындағы 6-шы сынып оқушыларымыз. Енді қазір кейбір мысалдар 6-шы сыныптарға көбірек болуы мүмкін, өйткені соңғы жылдары көбірек 6-шы сыныптарға кіріп жүрмін, бірақ мектеп бағдарламасы жалпы сабақ жоспарын қараған кезде ол ұйымдастыру кезеңі деген бөлік бұл төменгі сыныптарда да, жоғары сыныптарда да, орта сыныптардың да жоспарында бар. Яғни тек қана төменгі сыныптарға немесе тек қана жоғары сыныптарға деген мәселе жоқ. Кез келген сыныпқа қолдануға болады, яғни ұйымдастыру бөлімі, ұйымдастыру кезеңін. 6-шы сыныптармен жасадық. Эмоция, енді белгілі бір ат немесе бұл ұйымдастыру кезеңіне байланысты әдіс тәсілдерге бір заңдылықтар, тек қана осы әдістерді ғана қолдану керек деген шартты ондай байқамадым. Әр мұғалім өзінің фантазиясына байланысты қолданып, әртүрлі әдістерді қолдана алады. Негізгі мақсаттан ауытқымай, яғни назарын аудару мақсатында жасай алады. Енді бұл жерде біз балаларға былай жасадық, қолдарына кішкене қағаздар тараттық, одан кейін дәл қазіргі, дәл сол сәттегі көңіл күйлеріңізді, бір эмоцияңызды смайлик арқылы параққа сызыңыз, содан кейін соларды сызып болғаннан кейін барып көрсетеді эмоциялармен. Кейбір балалар ренжіп отқан болуы мүмкін, кейбіреулер көңіл күйлері жақсы, кейбіреулер ұйқылары қанбай қалған деген сияқты әртүрлі жағдайлар болуы мүмкін. Әрине, мен ол сәтте бүкіл баланың проблемасын шеше алмауым мүмкін, бірақ сабақ кезінде жұмыс істеу барысында кейбіреулеріне мүмкін соны ескере отырып қарым-қатынас жасауға бір мүмкіндік болды деген секілді. Одан кейін миға шабуыл тапсырмасы көбірек қолданатын әдістердің бірі. Енді бұл қазір енді математикаға қатысты, логикаға қатысты болуы мүмкін, бірақ жалпы ұйымдастыру кезеңіндегі тапсырмалардың сіздің пәніңізге, сіздің өткен тақырыбыңызға қатысты болуы шарт емес. Өйткені ұйымдастыру кезеңіндегі негізгі мақсат балалардың концентрациясын, зейінін бір жерге жинақтау. Демек, тақырыпқа қатысты болу шарт емес. Егер тақырыпқа қатысты болып жатса, бұл нұр үстіне нұр. Өйткені әрі өткен тақырыпты қайталаған боласыз, әрі олардың назарын жинақтаған боласыз, яғни бір оқпен екі қоян деген секілді. Ол тіптен жақсы. Бірақ жалпылама айтқан кезде сізге тақырыпқа өткен пәніңізге қатысты болу шарт емес. Мақсатымыз балалардың зейінін, концентрациясын бір жинақтау, өзіңізге қарату, одан кейін сабаққа бастап кету. Осы миға шабуыл тапсырмалар қолданамын, бүкіл тақтаға қарайды, бір тапсырманы талқылаймыз, одан кейін ары қарай қысқа, көп уақыт алмайтындай жауаптарын айта бастайды, кейбіреу тақтаға жазады, одан кейін 2-3 минуттан кейін ары қарай осыны қорытындылап, ары қарай сабаққа кіріп бастап кетеміз. Осындай тапсырмалар жасап көрдік. Миға шабуылға қатысты бұған дейін де осы жақында да осы бір тапсырманы балалармен орындадық. Мысалы, сыныпқа кірген кезде банк деген сөзді қағазға былай жазып алып кіремін. Енді сұрақ болады. Айнектік зданиені елестетіңіз, соның сыртына айнектік сыртына банк деген сөз жазылған. Енді біз жақтан қараған кезде, зданиенің сыртынан қараған кезде банк деген сөз осылай оқылады. Ал егер зданиенің ішінен кіріп қараған кезде банк деген сөздің несі қалай жазылатын еді деген сұрақ, соны талқыладық. Балалар өздерінің нұсқалар жазады, кейбір әріптердің орналасуын шатастырады, кейбіреулер дұрыс табады деген сияқты. Қатты көп уақыт алмайды, бірге талқылап солай істедік. Одан кейін келесі нысана деген бір не жасап көрдік. Бұған дейін тақтада бір сурет болады. Сол суретке мына кішкене допты балалар тигізу керек. Солға байланысты. Енді кейбіреулер тигізе алады, кейбір алдында отырғандар тигізе алмайды, бірақ соңында қорытынды ретінде бір айтып балаларға, мысалы біздің қазір тақтамен сіздің отырған жеріңіздің арақашықтық жақын болуы, алыс болуы маңызды емес, яғни біздің мақсатымызға қаншалықты жақынбыз, қаншалықты әрекет жасап жатырмыз, тапсырмаларды орындау, үй жұмысын орындау, қосымша тапсырмаларды орындау, қосымшаға келу деген сияқты, сол туралы қорытындылап солай жасадық. Егер сыныпта проектор болып жатса, онда
осындай суреттерді қоюға болады, иллюзиялық суреттерді. Мысалы, мына суреттің ішінде қандай жануарлар көріп тұрмыз деген сияқты. Әр бала шығып кезек-кезек өздерінің тапқандарын, көре алғандарын қарайды да, бүкіл назар аударады, қызықтау кішкене. Барып, мысалы, бүркіт, балық деген сияқты, аю деген сияқты белеп арай осы тапсырмадан кейін арай бірдеңе сабаққа кіріп кетуге болады. Одан кейін мына жерде бір мәселеге тоқталғым келеді. Бұны видеода да айтқан болатынбыз, бүгін тағы да бір қайталайық. Жалпы ұйымдастыру кезеңінің мақсаты туралы жоғарыда айттық. Енді пайдалары, әсері туралы осы жерде бір тоқталайық. Жаңа ақпараттарға қарап саралап отырған кезде ұйымдастыру кезеңінің тағы да бір пайдасы ретінде сыныптағы үлгерімі төмендеу, топқа қатты ілесе алмайтын, сондай оқушылар, ұялшақ, тұйық балаларды сабаққа қосуға, сізге сабақ ішіне араласуға бір оң әсерін тигізуі мүмкін деген ақпарат айтылады. Мен мына жерде жаңа жоғарыда айтылған топқа байланысты соған куә болдым. Мына жерде осы топтың ішінде оқушылардың арасында бір оқушымыз болды, кішкене тұйықтау, тақтада көп шықпайды, көп сөйлемейді. Одан кейін сыныпқа кірген кезде проекторде мына белгілі бір танымал топты экраннан шығардық. Бұл қай топ деген кезде жаңа оқушы орнынан атып тұрды. Бүкіл оқушы топтың мүшелерінің есімдерімен айтып берді. Ол бала басқа оқушыларға қараған кезде тез бірінші айтты, яғни кішкене абыройлы болды деп те айтуға болады. Яғни ұйымдастыру кезеңінде бала өзінің ішіне көрсетуге бір мүмкіндік береді. Яғни өйткені ол жердегі тапсырмалар егер тақырыпқа қатысты, сіздің пәніңізге қатысты болмаса, демек сондай балаларды кішкене ашуға, сабаққа бір қосылуға мүмкіндік беретін жағдайлар кездесуі мүмкін. Мына жерде сондай бір жағдайға куә болдық. Ары қарай бұл бала қосымшаларға есеп кейіннен қараған кезде енді базасы қатты төмен емес, есептерді шығара алады, қосымшаға келе бастайды, сақтаға шыға бастады деген сияқты жақсы оң әсерлерін байқадым осы әдісті қолданған кезде. Келесі бір неміз Coca-Cola-ға байланысты сурет, тақтаға шығардық суретті. Барлығы тақтаға қарайды, суретке қарайды, бірақ бұл жерде негізі бұны жасаған кездегі мақсатым мына литр сурет өлшем бірліктерін литрмен емес, одан бөлек дециметр кубпен, миллиметр кубпен, сантиметр кубпен деген сияқты сондай өлшем бірліктермен де өлшеуге болатындығын, соны қайталадық. Мысалы 2 литр дегеніміз неше дециметр куб болады, неше миллиметр куб болады деген сияқты тақырыпқа да қатысты жағын жасап көрдік балалармен. Осылай 2021-дегі жылғы өткен сабақтар бойынша сондай кейіннен бұның әсерін көрген кезде жазып алуға тырыстым. Демек, бұл неден не жасаймын? Осы сабақта қандай сабақтың басында не жасау боламын деп алдына кішкене ойланып, одан кейін келген ойларды, идеяларды жазып алып, солай жасаймын. Мына жерде анаграмманы жасадық. Сөздер кейбір жақсы оқитын топтарға мүмкін екеуін 2-3 минутта тез шығару мүмкін, шығарып тастауға болады. Кейбір орта топтарға демек біреуін ғана жасау керек деген сияқты. Әріптерді қозғалтып бір мағыналы сөз шығару керек деген сияқты. Қатты көп уақыт алмайды. Балалар барлығы бір тапсырмаға, көпшілігі сол тапсырманың төңірегінде ойлана бастайды, пікірлерін айтады деген сияқты. Одан кейін мынау да соған байланысты тапсырмалар, жоспар алдын ала жасап алу. Енді жоғарыдағы айтылғандар бойынша қысқаша былай қорытындылайтын болсақ, бұл ұйымдастыру кезеңінде көп уақыт, енді мектеп бағдарламасы бойынша да 40 минут, 45 минут сабаққа 2-3 минут деп айтылады. Өйткені ұзақ уақыт алмау керек. Өйткені ұзап кетсе, ары келесі сабағыңызға, үй жұмысты тексеруге, жаңа сабақты өтуге бір уақыт азаяды, кері әсері болуы мүмкін. Сондықтан қатты талқылап кететіндей, ұзақ уақыт алатындай тапсырмалардың болмаған дұрыс. Сондықтан алдына жоспарлаған кезіңізде қандай тапсырма жасасам, барлығына қолжетімді болады, тез жауап бере алады, бүкіл мүмкін қатыса алады деген сияқты. Сол жағын ескеру қажет. Жақсы, енді сұрақ-жауап бөліміне келейік. Егер жоғарыда айтылған мәселелер бойынша марафонның бірінші аптасына қатысты сұрақтарыңыз болып жатса, сұрасаңыздар болады, немесе жазсаңыздар болады. Одан кейін жалпы марафонның шарттарына байланысты сұрақтар болса да сұрауға болады. Бір сұрақ келген екен, марафонның сыйлықтарына қатысты. Әзірге жалпы сыйлық болатындығы анық, бірақ әзірге нақты қандай сыйлық болатындығы бекітілмеді, бірақ шамамен көлемі, одан кейін ақысы туралы сөйлесілді бұл туралы. Ары тағы да қарайық. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Кітаптар мен видеоға, фильмге, сериалға байланысты емтихан бір нәрсе алына ма? Жақсы сұрақ. Қысқаша түсіндіріп айтайын. Жалпы фильмдерге байланысты фильмдерді қарап шығу керек. Сол жоғарыда сілтемеде көрсеткен фильмдерді. Бірақ фильмдерге байланысты бір рецензия немесе емтихан онда ештеңе болмайды. Тек қана қарау керек. Енді сіздерді қарайды деп сенеміз, қарадық деп жауаптар келсе, онда бірдеңе берілеміз. Демек, осы мұғалім фильмдерді қарады деген сияқты. Ал кітапқа байланысты эссе жазу болады. Бұл кітапты оқып шығасыз, өзіңіз бір кітапты оқисыз, сол оқыған кітабыңыз бойынша эссе шарттары барлығы айтылады. Сол бойынша
қысқаша эссе жазу керек болады. Сол кітаптың ішінде айтылғандар, мәліметтер, түсінгендеріңіз деген секілді сол мәселелер бойынша эссе жазу керек болады. Ал үшінші, мына мұғалімнің сабағына қатысу. Оған қатысуға қатысты жалпы Google Forms жоғарыда қойылды. Сол Google Forms бойынша сабаққа кірген кезіңізде, мұғалімнің сабағына қатысқан кезінде, сол Google Forms'та келген сұрақтарға, сабаққа қатысу барысында сол сұрақтарға жауап беріп, Google Forms'қа толтырып жіберуіңіз қажет. Сосын ағай, бізде 2 аптадан кейін оқушылар нызмаға тапсырады ғой, емтихан. Мен тек қана 6-шы сыныптарға кіремін. 4-5 аптада оқушыларсыз қалай болады екен? Бил топтарына кіресіз бе сабаққа, тек қана нызм топтары ма? Бізде тек қана нызма топтары. Бұл мәселені мен өзіме жазайын, ұйымдастыру бөліміне тағы да бұл мәселені талқылаймыз. Мүмкін қосымша сабақтар жасаған кезде оларға мүмкін қолдануға болады апталық тапсырмаларды. Енді бұл жерде айлық тапсырмаларды сіз жасай бересіз, олар сабаққа қатысты, бірақ ол жерде тек сабаққа қатысты кедергі болмайды. Мұғалім сабағына қатыса аласыз, фильмдерді қарай аласыз, кітапты оқи аласыз. Ал апталық тапсырмаларға байланысты мен өзіме жазып алайын, бұл сұрақтың жауабын анықтап, одан кейін топта тағы да бір бөлісеміз, хабарлаймыз. Жақсы, тағы да сұрақтарыңыз болса? Сұрақтар болса жаза берсеңіздер болады. Біз ары қарай енді қорытындылайық, семинарды қорытындылаймыз. Жалпы жаңа жоғарыда айтылғандар бойынша бір ұйымдастыру кезеңіне қатысты жоғарыда мысалдарды келтірдік. Соған байланысты өзіңіздің ойыңызға келген, идея ретінде келген ойларды нақтылап, жүйелеп, одан кейін кез келген топқа, мысалы төменгі сыныптар болуы мүмкін, жоғары сыныптар болуы мүмкін, сол топқа қолдану. Топта жасау, яғни ол жерде сол жасау барысында сол әдісті видеоға түсіру. Енді ең ұзағымен 3 минут деп айттық, 3 минуттен аспаса деп айтылды. Әр видеоның ұзақтығы 3 минуттан аспау керек. Сол түсірген видеоларыңызды одан кейін 18 ақпан, осы алдымыздағы жексенбі күні 00:00-ге дейін бізге жаңа марафон тобында айтылды, қайсы адреске жіберу керек, сол жерге видеоны жіберсеңіз болады. Видеоны жіберудің реттілігі: бірінші аты жөніңіз, одан кейін пәніңіз және видео. Сол үш жөнін бізге аты жөнін жазып, пәнін жазып, бізге видеоны жіберуіңіз қажет. Жақсы, сұрақтарды қарастырдық, басқа сұрақтар келмеген екен. Егер сұрақтар болмаса, онда семинарды аяқтаймыз. Барлықтарыңызға сәттілік. Егер бұл тапсырмаларды орындау барысында тағы да сұрақтар туындап жатса, онда міндетті түрде топқа сұрауларыңызға болады. Біз ол жерде міндетті түрде жауап береміз.